Рахмет. Енді сізбен сұхбаттаспас бұрын сіздің сұхбаттарыңыз көрдім. Әлеуметтік желіден сөзіне қарап шықтым. Сонда бір сұхбатыңызда өзіңіз айтыпсыз, Құранды 3 айда жаттадым деп. Қалай, қиын болмады ма? Жалпы бұл сұхбатыңыз осы жақында ғана болған сұхбат ау деймін. Өйткені мен алдыңғыны қарағанда 2-3 күн бұрын шыққан сұхбат болу керек. Мұхан Қари деген қарекең бар. Сол кісі сол қарилы, Құран жайлы сұхбат қылғанбыз. Ол енді ең соңғы нүкте ғой, негізі ойлаймын енді ол сол 3 ай жаттауға алдыңғы дайындықтар әсер берген шығар. Өйткені енді соған дейін, мысалы мен 92 жыл болса, сол 99-2000 жылдар, 99-2000 жылдар жаттасам, 8 жылдық дайындық болыпты ғой. Өйткені енді қари боламын, өйтіп Құран жаттайын деген ешкім ойында болмады. Былай күнделікті бірақ Құранды бастан аяқ оқып шығып, біртіндеп жаттап, ақыры көз таныс, құлақ таныс болып қалғаннан кейін жаттау жеңіл болды.